Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге бота. Біз бүгін лапша сорпасын, яғни қолда кесілген кеспе сорпасын дайындаймыз. Кеспеңіз езіліп, сорпаңыз қоюланып кете беретін болса, осы видеоны менің каналыма тіркеліп, соңына дейін міндетті түрде қараңыздар. Ең алдымен тірлігімізді еті тураудан бастаймыз. Етті өзіңізге ыңғайлы кез келген пішінде турасаңыздар болады. Мен осылай кубик етіп майдалап турағанды жөн көрдім. Себебі сорпада бұл әдемі көрінеді, қатты іріден көре. Мінекей осындай болып шықты. Екінші болып пиязымызды тураймыз. Оны да өзіңізге ыңғайлы пішінде тураңыздар, себебі бәрібір қуырылып кетеді. Пияздан кейін болгар бұрышын турап алдым. Болгар бұрышы егер болмаса, қоспай қоюға да болады. Болгар бұрышынан кейін сәбізімізді тураймыз. Сәбізіміз қатты майда болып кетпеу керек, себебі қуырылады әрі қайнайды. Сол үшін ірілеу қылып тураңыздар. Мінекей заттарымызды дайындап алдық. Мен томаттың орнына помидор қостым. Егер помидорыңыз болмаса, 1 шай қасықты томат қоссаңыздар болады. Мінекей қыздар, кезек картошкада. Картошкамызды да қатты ірі, қатты майда қылмай, орташа пішінде турап аламыз. Картошкамыз дайын. Енді қызып тұрған қазанымызға 80 грамм сұйық майымызды құйып, ең алдымен пияздан бастап қуырамыз. Себебі қызып тұрған майға етті салсаңыздар қатып қалады. Сол үшін алдымен пиязды салып, пияздың артынан етті салып, екеуін бірге қақпағын жауып қуырамыз. Етіміз дәмді болу үшін қуырылып жатқан кезде міндетті түрде дәміне қарай тұз сеуіп алыңыздар. Пиязымыз бен етіміз 6-7 минут бойы қуырылды. Енді оның үстінен болгар бұрышы мен сәбізімізді салып, тағы да 4-5 минут бойы қуырамыз. Енді қазанымызға жаңағы туралған помидорларымызды салып, жақсылап араластырып, тағы да 2 минутқа шамалы қуырамыз, себебі көп қуырылып кетпеу керек, қатты күйіп кетеді. Енді қазанымыздың үстінен шамамен су құямыз. Суымыз жақсылап қайнағаннан кейін, етіміздің дәмі сорпаға шыққанға дейін 40 немесе 50 минут бойына пәс отта бетін жауып қайнатамыз. Сорпамыз қайнап шыққанға дейін біз қамырын жасаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаға 50 мл су құясыздар. 50 мл-дан көп құймаңыздар қыздар. Және де шай қасықта дәміне қарай тұз салып, жақсылап тұзын ертіп алып, үстінен ұн саламыз дағыны. Не қатты қылмай, не жұмсақ қылып қоймай, орташа қатылықта қамыр илеп аламыз. Илеген қамырымыз жұмсақ болып қалмауы керек. Өзіңізге жайғанға ыңғайлы етіп, қаттылау қылып илеп демалдыруға қоямыз. Мінекей біздің сорпамыз дайын болды. Енді оның үстінен картошкамызды салып, жақсылап араластырып бір тұзын көреміз. Міндетті түрде тұзын көріңіздер, себебі қамыр салған кезде тұзы аз болса қамырыңыз езіліп кетуі мүмкін. Картошкамыз піскенге дейін біз қамырымызды жайып кесіп аламыз. Қамырды жайған кезде ұн себуді көп қажет етпейді, себебі қатты иленген қамыр жақсы жайылады. Қамырымыз қатты жұқа болып кетпеуі керек, жұқалығын бақылап отырыңыздар. Мінекей қамырымызды жайып болдық, видеода көрініп тұр, қатты жұқа емес екендігі. Енді зуаламызды осылай 4-ке бөліп аламыз. Бір бөлігін осы видеодағыдай етіп орайсыздар дағыны, астына тақтай қойып, кеспе етіп кесесіздер.
Кеспемізді кесу үшін бізге міндетті түрде пышағымыз өте өткір болу керек. Егер өтпейтін пышақ болатын болса, қамырыңызды жұлып тастайды. Бұл тәсілмен жасалған кеспенің қамыры сорпада тұрған кезде езіліп немесе сорпаны қою қылып жібермейді. Қалай салынған болса, сол күйінде шаш болып тұрады. Мінекей қамырымыз бір-біріне жабыспайды. Қатты иленгендіктен осылай бөлек-бөлек болып әдемі болып тұрады. Қайнап тұрған сорпаға лапшамызды салып, қайнатып пісіріп аламыз. Көп қайнатуға болмайды, қыздар. 3 минут немесе 4 минут қайнаса жетеді. Мінекей қыздар, біздің лапшамыз, яғни қолда кесілген кеспе сорпамыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұл кеспенің артықшылығы қамыры езіліп кетпейді. 2 күн холодильникте сорпада тұрса да, сорпаны қою қылып тастамайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де отбасы мүшелеріңізге де ұнайды деген үміттемін. Сіздермен бірге болған бота. Менің каналымда бұдан өзге де басқа рецепттерді көріп, өзіңізге ұнаған рецепттерге лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.